Ассалаумағалейкум, құрметті шаруа қожалық иелері. Біз қазір Каскеути компаниясының Қарағанды қаласындағы филиалының кеңсесінде отырмыз. Басшылықта Қуатжан мырза. Орналасқан мекен жайларыңыз Қарағанды қаласы. Қарағанды қаласы, Дәулет сауда үйі, 412 офис. Қарағанды қаласынан жалпы ашылғаныңызға қанша болды Каскеути компаниясының? Бұл 2025 жылы ашылды. Уже 1,5 жыл болды. Нақты ашылғаны 1,5 жылда біз талай нәтижеге жеттік деп ойлаймын. 2025 жылда алып қарайтын болса, Қарағанды облысы бойынша қанша шамамен Ужинг ТС тракторлары, Донфенг тракторлары қанша өтті, жалпы қанша сатылым болды? Статистикамен қарағанда енді 100-200 трактор кетті. Сервисный служба ашылды, болмайтын бұрында. Сервисный служба бар қазір бізде. Жақсы ел мақтанышқа татуға болады. Қазіргі таңда Каскеути заводынан шығатын қанша түрлі тракторлар бар, қанша ат күшімен? Каскеути компаниясының шығып жатқан трактор өзімізден 40 аттан 210 атқа күшке дейін. Одан 40 аттан бастап біз 90 атқа дейін жаңағы кісілермен сөйлескенде бірінші мақсатын сұраймыз. Қандай мақсат қыласыз десе трактор? Шөп па, жер жыртасыздар ма, егін егесіздер ма, қандай? 40 ат, 90 ат көбінесе сол шөп, мал шаруашылық ұстағандарға алады. Ал 120-дан 210-ға дейін уже бізде екі регион бар. Нуринский, Осакаровский үлкен егістіктері бар. Олар сол жаққа сол тракторлер кетеді. Көбінесе егін шаруашылық, мал шаруашылықпен айналысады. Егіннің қай түрімен айналысады шаруа қожалықтар? Қарап отырсаңыз, жобалап есе 100%-дағы алсақ, мал шаруашылық, жаңағы шөп, мал асырайтындар бізде 70%. Соған қарағанда 40 атты күштер, 90 атты күштер тракторлер көбінесе бізде сатылатын. Ал 30% жаңағы жер егістігімен жаңағы бидай, лен, арпа егет, жоңышқа егетіндері болады шөп жағынан. Картоп егетіндері болады. Олар 30%, олар енді жаңа 120-дан жоғары 210-ға дейін тракторлер. Енді әр қожалықтың өз жаңағы керегіне қарастырып, өзіне лайықты, өз қойған мақсаттарына ат күшіні таңдап алады. Ол жағынан көмектесеміз, консультация беріп, жаңағындай қандай тракторде қандай күші бар, қандай жарайды, соқа тартама ол, косилка тартама, пресс тартама, соның бәрін басынан бастап аяғына дейін консультация береміз. Сопровождение, жаңағы документ тапсырғаннан бастап сервисный службаға дейін сопровождение бізде. Клиент тастап кетпейміз, басынан бастап аяғына дейін. Яғни құжат жинау жағынан көмектесесіздер? Көмектесеміз. Құжат жинауынан көмек бізден, субсидияға өткізу жағынан да көмектесеміз. Жаңағы сервис жағынан да қандай, жаңа ақыл кеңес бізде сұрап келгендері болады. Барлығы тегін түрде қызмет көрсетеді. Тегін түрде бәрі қызмет етіледі, ол жағынан ешқандай несі жоқ. Өйткені өзіміздің клиенттарымыз, біз өзі бір отбасы сипат болып кетеміз. Клиенттермен бізде самый главный жаңағы бір не бар, маңызды шаруа, ол сенімдік. Клиентпен арасында бізде сенімдік болмай, іс болмайды. Сенімдіктің арқасында осылай жаңағындай клиенттермен жұмыс істеп жатырмыз. Жақсыны, жаман деп айтып, мына жер былай, узелдарды бәрін түсіндіріп, қос жерде түсіндіріледі, или телефон арқылы онлайн түсіндіреді, видео связьбен түсіндіріп болады. Кімнің жағдай келе алатын болса, осында келіп, стоянкаға барып көрсетіп, жаңағы техниканы айдап, жүргізіп, оның жаңағы қандай навеснойлар келеді оған, соны ақыл кеңес береміз біз. 100% исчерпывай. Әлі осы күнге дейін бір жалау болған жоқ, біз айтқан кеңес болмады деген. Яғни сіздер қосалқы бөлшек алам дейтін болса да, жаңағы қосалқы агрегаттарын алам дейтін болса да, оған да көмектесеміз. Тауып береміз соны. Құжат жағынан да туралап. Енді мынандай сұрақ болып тұр. Жалпы бізге шықпай қалуы мүмкін ба? Бұл тракторға лизингке 7 жылға бөлініп төлейді Қазагроқаржы арқылы. Қазагроқаржы 7 жылға бөліп төлейді лизингке. Ол Қазагроқаржы жаңағы одобрение бермей қалған жағдайлар болды ма? Және ол қандай адамдарға бермейді? Ондай енді былай өзіміздің маркетинг бойы былай қарасаңыз, статистикадан 10-15 клиенттің біреу алады.
жаңа ала алмай қалғандардың ішіне жаңа өзіңіз сұрап айтқандай болады, черный списокқа кіріп кетеді банкта. Кезінде ипотекалары болған кредит. Соңын мал жағы жетістік болмайды. Мал толтыру керек мысалы. Енді шыны керек болса, бізде қазір былай болады. Халық бар ғой, малды бүтін тіркемейді налог төлемеу үшін. Соңын біз енді айтамыз, енді қазір бұл да бір программада жақсы болды, өйткені халық бар ғой, жаңағы тығынды дейді ғой, черный нелерін шығарады. Тіркеп, как положено, малдардың басын көбейтіп келе болады. Соңын екінші не бар, кейде мал ұстамайтын шаруашылықтар келеді, олар таза егінмен, егістікпен шұғылданатындар. Егістікпен шұғылданатындар, олардың жаңа ақырғы 3 жыл пассивной урожайнысын көрсетеді, неше центнер гектардың. Соған қарап, Казагрофинанс, Казагроқаржы шешім қабылдайды. Шешімнің ішінен жаңа нелер шығып жатады, көп бір проблема шығып жатқаны, кезінде бір төлейді ғой, налог төлейді, өйтеді, 1-2 теңге қалып кеткен, ол 10 шақты жылдың ішінде бәлен мыңға жиналады екен. Казагрофинанс бізге бүйтеді, отклонение береді, жаңа одобрение бермейді, арест тұр дейді, соны біз білмейміз. Ол бәлен жыл бұрын судоисполнительный қойған, біз сол клиентпен бірге іздейміз, шын айтса. Қайда біздің жұмыс болмаса да бірге іздесіп, жаңа қай жақтан ақау кетті, қай жерден шыққан ақша ол келген, қайда төленбей қалған. Соны түбіне жеткенше жаңағы салық комитетімен хабарласып, жаңағындай жергілікпен соттармен жаңағы сот орындаушылармен жұмыс істейміз иногда. Жаңа клиенттің жаңа бабын табу үшін бізге қызмет көрсетеміз. Соның арқасында біз көп клиенттермен уже туыс таныс болып кеттік. Мысалы, шын айтса, адамгершіліктің арқасы. Енді бұл трактор жай ғана сатып қойып, қана ертең ұмытып кету емес. Бұл трактор сатқаннан кейін бізде әрі қарай сопровождение. Қазір звондап тұрады, кәке, анау жақ қалай, мына жақ қалай, мынау бүйтіп ек, мынасы бүйтіп тұрып еді. Нақты былай қарағанда енді Казкюти компаниясында жаңа шығарып жатқан өнімі өте жоғары. Ұят емес бұны сату. Менің туыстарым, таныстарым бәрі алды ғой. Мен жаман болса ол туыстар, таныстарыма сатпаймын ғой. Бәрі алды, бәрі өте риза. Қайтып кеп алып жатқандар бар. Лояльный клиент дейміз, олар жақсы клиенттерді, шүкір тәуба. Ондайлар да бар ортасында. Оларға өте ризамыз. Қайтып кеп алып жатқанда уже көп адамдар, мысалы, болды мынандай жағдайлар, осында келеді, консультация алады, мен осындай тракторым деп қағаз жөнінде көрсет, алам дейді. Сол айтам, барып стоянкаға барып көрейік, тракторды айдап көріңіз, бүйтіп, может, ұнамайды бір жерде. Жоқ, сіздің айтқаныңызға сендік деп кетеді. Тракторды алады, шүкір тәуба. Шындық, жаңа адаммен таза жұмыс істеу керек, та? Таза жұмыс істесеңіз, бәрі жақсы болады. Жаңа, тем более бұл техника оған сай. Бұл ұят емес, бұл техниканы сату. Дұрыс айтасыздар. Жақсы. Енді тағы сұрақ, жалпы клиенттердің арасында жаңағы кеше комментарийлерді оқып отырмын. Лизингке алып алды, және оны төлей алмай қалған моменттер болды ма сіздің клиенттеріңіз арасында? Яғни уақытылы төлей алмай қалды ма, немесе мүлдем төлей алмай қалды ма? Жоқ, ондай случай болған жоқ. Шүкір тәуба. Әлі біздің бір клиент неплатежеспособный деп, Құдай сақтасын, техникасын Казагроқаржы тартып алды. Ондай болған жоқ. Барлығы уақытылы төлеп? Уақытында төленіп жатыр. Енді шамамен 904 деген тракторды алып қарайық. Енді қазіргі сатылым бойынша да, жаңағы сұраныс бойынша да, сапасы бойынша да дәлелденіп келе жатқан тракторлардың бірі. Бұл хит трактордың бірі ғой. Бұның бағасы қанша болып жатыр, және бұны лизингке алатын болса жыл сайынғы, және әр 3 ай сайын кварталда төлейтін жаңағы несі бар ғой, сондай нәрсені түсіндіріп айтып жіберсеңіз. Бұл трактордың 904 тракторына келсек, атмосферный мотор, простой аппаратура, бұл енді шаруашылыққа не керек, ішінде бәрі бар. Жаңағы артық зат жоқ, кем зат та жоқ. Өте төзімді мықты трактор. Бұның бағасы 14 миллион 500 болады. Субсидия түседі, бұған 30%. Сонда бұның бағасы келеді 10 миллион 150-ге түседі. Бұны 5%-бен 7 жылға алуға болады, әлде 6% 10 жылға алуға болады. Казагроқаржы алуға. Және де басқа финансовый институт дейміз ғой, қазір кредитный компаниялар болып жатыр, неше түрлі, солар арқылы да алуға болады. Наличный ақша да келіп алуға болады. То есть біз любой форма сотрудничествоға приветствуется. Любой. Мысалы,
оған нетеміз, клиенттің жағдайына, клиенттің ыңғайына қарап жұмыс істейміз. 14 миллион 500 мың теңгеге тұратын тракторды бұл кісілер алғашқы жарнасының 10%-ын төлейді. 10% есеп бойынша 1.450.000 теңгені төлейді. Және оны 7 жылға 5%-мен бөліп алады. Или 6 жылға, 6%-ға 10 жылға алады. 10 жылға. Енді мынан калькуляторға салып көрсек, яғни алғашқы төлем қашан болады ол? Алғашқы төлемде бұл былай ғой. 1 декабрьға дейін, мысалы осы биыл 26 жылы кісі алады ғой тракторды. Ол тракторды алғанда ешнәрсе төлемейді. Бұған шарт қойылады, 1 декабрьға дейін, 1 желтоқсанға дейін 10%-ын төлеу керек. Мысалы. Ал енді қазір күзде алып атқандар мынандай ситуация болып тұр енді. Бұл енді Казагроқаржының шарттары. Мысалы, ноябрь айында алып қалсаңыз тракторды, субсидия түседі. Субсидия түседі, сол инвест субсидирование дейді. Инвест субсидированиемен жауып кетіп жатыр. То есть адамның қалтасынан артық ақша шықпайды. Яғни ол субсидияға ілінетін шаруа қожалықтар болады, ілінбей қалуы да мүмкін болған, немесе мына уақытта тапсырсаңыздар ілінесіздер деген уақыт. Яғни мынау шектеу 1 декабрьға жақындай бастағаннан бастап, мысалы, сол инвест субсидияға түсуге болады. Ал кейбір декабрьда, желтоқсан айында, январь айында оформить етіп отқан кезде оларға 1 апрельға дейін алып атқан тракторлерге міндетті түрде Казагроқаржы 10% төлетеді. 10% төлемей олармен договор финансового лизинга ДФЛ дейді, ол қол қойылмайды ол жақта. Сондай ситуация. Қазір трактор алу ыңғайы, жаңағы енді айтып қояйын өзіміз клиенттарға. Трактор алудың ыңғайы көктем, жаз өте ыңғайлы уақыт. Жаңағындай 10%-дан кішкене уақытыңыз болады. 1 декабрьға дейін ақшаны жинап өйтіп жақсы уақыт, осы қазіргі уақыт. Яғни түсінген бойынша жылына бір рет төлем жасайтын суммасы қанша шығады? Ол 10%-ды 1 желтоқсанда төлейді. Оның кейін мысалы осы 26-ның мысалы қаңтар айында алса, 27-ның қаңтарынан ғана бастап основной долг дейді. Основной долг. 1,5 миллиондай шығады жылына. 1,5 миллионмен 1,5 миллион жобасы арасы деп айтсақ болады. Иә. Соның арасы болады. Соның арасы болады. Оны жаңағындай өзі шарты бойынша, мысалы шаруа қожалығы кейбіреулер болады, көктем уақыты өте қиын оларға төлеу. Көктем қыстан шығады, мал арық, жаңағындай жер жыртып, оның бәрі жанармай керек, тұқым алу керек, сондай көктемнен қашады көбісі. Сол үшін бізде Казагрофинанс бізге осындай бір не қойған, клиенттарға біз түсіндіріп айтамыз. 3 ай, 1 квартал дейді, бір төлейді, әлде жарты жылда бір төлейді, әлде жылына бір рет төлейді. Оны өзі менеджер Казагрофинанс алдына барғанда өзі сол келіседі, маған қашан ыңғайлы. Ол да жақсы істеген халыққа. Мысалы, ыңғайына қарай көбісі күзге жүгіреді. Күзде өйткені мал семірген уақыты шөпті сатады, егін орады, ақшалар бар, мысалы. Көктемде қиын, көктемнің уақытында қиын өйткені. Сондай ол өздері шешеді. Казагроқаржымен өзара шешеді. Бір-бірінің ыңғайларына қарап, шаруа қожалықтың выгодасына шешіледі. Мен ойымша, жақсы, рахмет. Енді әр тракторға жеке тоқталып кете аламыз ба? Оған уақыт бар болса, бізде қазір көбірек сұранысқа ие 90 атты күшімен 40 ат күші, 140 ат күші қазір. Осы Қарағанды аумағында. Мысалы, мынау басқа облыстарға 210-да кетіп атады. Біз Қарағандыда мынау егістіктердің көлемі үлкен емес. Көбінесе кішігірім шаруашылықтар. Содан кейін бұл жақта үлкен площадьтар болмаған соң 210 тракторды бізде әлі болған жоқ Қарағандыда. Ең үлкенін алға отқан 140, ең кішкентайы 40 ат. Негізі сол 404 40 аттың атты күші таза шөпке өте жақсы трактор. Өнімді, жаңағы экономичный. 904 универсальный трактор. Шөпте шабады, жерде жатады. Ол ортасы деп тұр. Мына 1404 Твиченко тракторы, ол таза жер жыртуға, жаңағындай егуге, химобработка дейді, химпрополка істеуге соған ыңғайлы. Өте ыңғайлы трактор. Сол 3 трактор Қарағанды облысында өте жақсы сұранысқа ие. Енді осының бағасын жеке-жеке айтып кетсек, мына жерде 404
кабинасымен, яғни кабинасымен 6,5 миллион теңге, субсидиясын алып тастаған кезде 4 миллион 550 мың теңгеге түседі екен. Солай ғой. Оны кабинасыз да түрі бар. Кабинасыз оны алатын болса 5 миллион 500 мың теңге негізгі бағасы. 3 миллион 800. Субсидиясын алып тастаған кезде 3 миллион 850 мың теңге. 904 деген ең жаңағы сұранысқа ие трактор 14 миллион 500 мың, субсидиясын алып тастаған кезде 10 миллион 150 мың теңге. 120 ат күші деген тоже Выженк ТС 1204 трактор бар, 17 миллион теңге. Субсидиясын алып тастаған кезде 12 миллион 530 мыңға түседі екен. Енді бұл ең үлкен, одан кейінгі этаптағы 140 ат күшімен 21 миллион, субсидиясын алып тастаған кезде 14 миллион 700 мың теңге. Ең үлкен тракторы 21, яғни 210 ат күшімен 48 миллион, субсидиясын алып тастаған кезде 33 миллион 950 мың теңге. Қолжетімді баға. Бұл бағалар сақтала ма? Қай уақытқа дейін сақталады? Жалпы қай уақыттан бастап келе жатыр бұл бағалар? Бұл Казкьюти компаниясы бұл бағаны доллар өсті, құлады, тағы да өсті. Дүниежүзінде неше түрлі соғыстар болып жатыр, жаңағындай өзгерістер болып жатыр. Казкьюти компания баға көтерген жоқ. Оған қарамастан. Оған мен өте ризамын. Біздің басқармаға осындай халықтың жағдайын түсініп, бағаны көтермей тұрған. 5 жыл болды, баға өзгерген жоқ. 5 жылдан бері баға бір қалыпта өзгерген жоқ баға. 40%-ға дейін көтергендері бар. Және бізден ат күші төмен кейбір тракторларды қарап қалдым, байқап қалдым. Олар даже біздің тракторлардан да қымбат шығып кеткенін байқадым. Рас, оныңыз рас. Енді қарапайым азаматтар бұл жердегі документация жағын түсінбейді, мүлдем ауылда жатыр. Қазір шаруа қожалықтары бар, жерлер мүмкін кейбіреулерінікі бар, кейбіреулерінікі жоқ. Оларға қандай кеңес бересіздер? Жалпы мал ештеңе жоқ атында, шаруа қожалықта болмауы мүмкін, немесе қалай олар ала алады? Шаруа бастап келе жатқандар болады, жаңа бастап атқан, жаңа ашып атқан жаңағы шаруашылықтардың жермен айналысам, малмен айналысам деген азаматтарға. Енді бұларға мен қандай кеңес бергенде жаңағы малдарын тіркеп, жерлерін тіркеп, тез арада заявка тапсыруға болады. Әлде ол болмай жатса, онда таза ақшаға сатып алуға болады. Яғни шаруа қожалықты нөлден бастап ашуға қанша уақыт кетеді? Жердің тіркеуге? Жердің тіркеуін бәрімен енді әр жердікі, әр аудандық әр түрлі қалай жұмыс істейді екен местный органдар. Енді өзіңіз қолдау көрсетесіз? Қолдау көрсетеміз біз. Қолымыздан келгенше оған көрсетеміз. Тездетіп, звондап, кейде барып, кеңес беріп, қай жерден бастап, қай жерден аяқтаған дұрыс. Және құжат жинағанның өзінде де кейбір құжаттардың уақыты болады. 10 күн болады уақыт, 30 күн болады уақыт. Уақыттар өтіп кетпейді. Сол үшін уақыт тез өтетін құжаттарды ең ақырғы қойып жүреді. Алдыртамыз. Оның бәрінде живой связьдамыз телефонда. Өзімде, көмекшімде 24/7 бізде ондай жоқ. Любой момент звондап, кеңес беріп, қай ауданда болады, что аудандарға кейде өзім шығып кетем. Шығып барып, жаңағы шаруашылықта. Если адамның расында былай алам деген ынтасы болса, сол көрінеді ғой, адамның көзі жанғырып тұрады. Осындай жаңа техника ие болғым келеді, жақсы жұмыс істеймін, алға басқым келеді деп, ондай азаматтардың біз қасынан шықпай көмектесеміз. Жалпы лизингке алатын адам алғашқы жарнасы бар, 10% адам бар, төлейін деп тұр. Ол кісілер құжат тапсырып болғаннан кейін қанша уақыттың ішінде өзінің тракторын айдап кете алады? Орташа уақыт договор финансовый лизинга қол қойылғаннан бастап Қазагро қаржымен бірге 2 жұма. Одан да ерте болып болуы мүмкін. Бір 2-3 күн, мысал қыста болды, трасса жабылып боранмен. Бізде трасса Балқаштың бағытында трасса жабылып бір 3-4 күндей болды. Трасса жабылып тұрды. Ондайда болып қалды 2-3 күн былай. Но негізі 2 жұмадан асырмаймыз. Ол жағынан жақсы бізде. Қазагро қаржы жағынан қандай тағы да жаңадан шығып жатқан айтатын хабарландыруларыңыз бар? Мүмкін олар бір бағдарламалар жеңілдетіп қойды, немесе осы трактор алып жатқан кісілерге
тағы бір жеңілдеу болсын деп тағы бір программа ашты ма, может? Қандай біз 25 жылы ноябрь айына дейін, ноябрь-декабрь айына дейін 26 документ жинайтын, 26 түр құжат адамдарға 2 жұмадан бастап 6 айға дейін сол құжаттарды сондай болды. Қазір енді Казагроқаржының үлкен бір жеңілдігі істеген онлайн форма документ тапсыра аламыз, 5 минутка дейді. Сондай тапсыра аламыз. Оның ішінде 8 документ кіреді. 8 документтің ішінде біреуі біздің документ, жаңағы коммерциялық ұсыныс, предложение, коммерческие предложениеміз. Қалғандарының бәрі жаңа өздері налоговойдан алады, талон уведомление алады, удостоверение личности, справка наличия счета, справка ИСЖ малдәрігерден. Үйден шықпай-ақ байланысып, WhatsApp мессенджер арқылы құжаттарды бізге жібереді. Тіркеп, оларға жаңа одобрение дейді ғой, Казагро одобрениесін шығарамыз. Одобрениесін шығады, олар келеді да, договор финансового лизинга, ДФЛ қол қойғаны бір келеді. Екінші келгені уже этот договор гарантийный обязательства бар. Соған қол қояды келеді да, соғын тракторды алып кетеді. Соның басы мен аяғын қарағанда одобрение где-то бір күнде кетеді, орташа. Если нарушениялар нәрсе болмаса. И әр жағынан 2 жұма. Сонда қарап отырсаңыз, 15 күннің ішінде адам трактор алуға болады. Нарушение? Қандай нарушение? Мүмкін кездесіп отқан. Көбінесе кездесетін мал жетпейді. Жер көлемі аз, әлде аттарында ипотекасы бар, кредиттары бар, черный списокқа кіріп кеткендері болады. Олармен қиын енді, жаңағындай. Енді оны штрафын төлейді, анасын жабады, сөйтіп барып, екіншісі келеді. Үміт үзбеу керек онда да. Бізде бар клиенттар жарты жыл жүріп, 8 ай жүргендері де бар. Жаңағында ананы төлесе анасы шығады, мынасы төлесе мынасы шығады. Бәлен жыл бұрын 90 жылдан бастап счеттарына задолженность тиын болып қалған, қазір бәлен 1000 теңге болып шығып жатыр. Сондайлар да бар. Олар жабады. Ол да бір жақта жақсы. Бюджеттің тесіктерін жауып, жаңағы адамның өз несін ақтарып алады да, биографиясын жаңартып алады да. Яғни бір таза трактор аламын деп, оның өзі бір-біріне жақсы бір көмек болып тұр. Өйткені мемлекетке де жақсы. Осындай да уже адамдар нетіп кішкене подпольеге шығып, бар малын рас тіркеп, жаңартып, тіркелмеген жерін қосып, осылай техника алып. Біздің Қарағанды қаласындағы өкілдікте, басшылықта Қуат мырза, Қуат Саматович, сіздің байланыс номеріңіз 8701 675 0909 нөміріне хабарлассаңыздар, бұл кісі өзінің қолында жүреді. Кез келген уақытта хабарласып, сұхбаттасып, жаңағы керекті сұрақтарыңызды қойып, трактор бойынша, басқа да лизингтер бойынша толықтай көмектесетін болады. Сіздермен бірге Казкиоти компаниясы және біз жайлы ақпарат білу үшін kaskioti.kz немесе жаңағы біздің рабочий нөмірлерге хабарлассаңыздар болады. Рахмет. Сізге рахмет.